Мен енді мына театрға біз осы сахнадан шығару үшін неше түрлі өнерпаздар іздейміз. Әйтеуір көптеген адамдарды өтірік емес, жұлдыз да қылдық. Жақында Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы Түгіскен деген ауылда болдық. Жаңақорғаннан бар ма осы жерде? Бар екен ғой біраз. Түгіскен деген ауыл бар, құм жақта тұратын. Сонадан бір өнерпаз жігіт таптық, гитарамен ән айтады екен, ауылда қалып кеткен, өзі тракторист екен, трактор айдайды екен, үйленген, екі бала шағасын. Армандайды екен да осындай сахнаға шығуға. Мен енді соны қазір алдарыңызға шақырайын. Енді алып келдік дағы, оны қазір 3 күн Жүсіптің үйінде ваннаға салып, машалкаменен болмай жатыр. Шілдеде, күн ыстықта трактор айдайды. Оңай ма трактор айдаған? Білесіздер. Соны шақырайын, есімі Асылжан. Мына енді Уәлібек өңшең реңсіздерді жинайтын бопты ғой деп қамаңыздар. Қожық театрына шайын деп жатыр деп. Соны кеп Асылжан шыға берші. Енді өздеріңіз бағасын бересіздер қазір. Болады десеңіздер, мынаны енді кішкене дайындаймыз. Болмайды десеңіздер, дауысын естіп. Сыншы ғой енді. Жібер. Опа деп. Ақсәулем деп жіберейін деп, Ақсәулем деп. Оны бәрі біледі. Сен де менің жақсы әнім боларсың деп айтайын бір. Ол енді бір отырыстың әні де. Бұнау енді үлкен кәсіби сахна. Бұл жерде концерт, сондай әндер айту керек. Айып етпе. Сосын гитар жай үрсей, біреудің гитар болғаннан кейін ба, жоқ алды. Тракторист болғаннан кейін ба, қатты тұрбасы. Оның егесі аяқта жүрек ұшып тұр аяқта бір. Сондықтан Нұрхат келіп гитараңды ұстай бер. Бұлар да сүйемелдей береді бұны. Түсінесіз ба? Та кім Мұхан, кім Нұржан бар ма? Келіңдер сүйемелдеңдерші ме, қалмақы ма? Нұржан қайтша баянын алып шықсын. Нұржан шыға бер. Микрофонмен. Бір сүйемелдеңдер, бер кел. Сүйемелдейміз ба? Наран байқам, нара су. Түсінді ба? Түсіндіңіз ол мен айттан ба? Концертіне әндер айту керек. Жарай ма? Мадай әндер болмайды. Енді бұлар енді сүйемелдей береді. Білесіз өзі концертіне әндер? Тарта берсін. Не? Тарта берсін. Естілер ма? Бұлар тарталан ба өзі деп тұрсын бір? Қызық екен, сұрақ тарта берсін деп. Баяғыда сен айта бер, біз тарта береміз дейтін доғыз. Бұныке тарта берсін деп. Сонда любой нәрсені айта бересің ба? Білетін нәрсені тарта салдыршы көрейік. Не қатырайын мен? Қалыққа қарап айта бересің. Білмеймін сөздері. Тоқта. Білмеймін сөздері деген не ма? Сен Түгіскенде тұрмын деп ойлап отырсың ба деген? Сен өзің қай тілде айтылатын ән екен білесің бе? Білмеймін. Білмесең, білмейді сөздерді айта білмейсің ба? Қызылорда облысы деп па, сонда бірдеңені айтасың ба? Дегенмен де кішкене дауысы бар сияқты, жанды дауыспен айтады, жанды дауыспен айтады. Енді қоя тұрыңыздар, бір ән айтты екен деп, бұны арма қарай сахнаға шығара бермейміз. Бір 2-3 ән тыңдап көрейік. Жарай ма? Қандай ән айттыңыз? Көке. Көрдіңіздер ма, бұлар ретро 80 жылдары ма, сондай ретро әндер тартып тұр. Байқадыңыз ба? Білесіз ба? Тарта берсін. Тарталасындар ма? Тарта беріңдерші, көрейік. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделало снег и морозы, лед, витрин, голубы? Люди украсят память свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном окне. Сендер тоқтата болыңыз. Жоқ енді, мен енді, анау жақтағылардың бәрі жаңында осындай 80 жыл танцплощадке барған қыздар бәрі, уже гүл берді. Көрдіңіз, сразу гүл берді. Рахмет. Болды, болды. Сөйлеп отырсың ба, Мағрай?
Gül bергеннен кейін үйтіп алмайды. Жігіті бар ғой. Байқамақ ма? Бұны енді айтқан кезде бір ғой, сен енді саған айтайын Асылжан. Сен мені жырға әртіс қылып шыға, сен телевизорда көріп жүрсің бе соны? Айтқан кезде билегісі келді, жақтарының бәрі билегісі келіп, басталғаннан білді, деп шапалақ ұрды. Сен төк қана пас жоқ, ештеңе жоқ. Белая роза, не ол? Билеп тұрып айтсай, бүйтіп жүректерін жаулап ал көрермендерді. Бар жерін бүйтіп тұрып, белая роза дейді. Белая роза, бәрі дейді. Белая роза, бұларды дейді. Бүйтіп сабыстырып жүрсей. Бағыма билеп айт. Иә. Тағы да, жамыра ретро әндерді айтқаны. Сен не қылмашы, сен қолында сыпырақ сияқты тұр, мағымаш. Ел дүр сияқты болды да. Сен еді мынау, 80-70 жыл деген екен бар, мына жерде соның қыздары ғой, саған гүл беріп жатқан. Ал осы қыздар сол кезде кино, индийский киноға баратын еді. Я, индийский кино. Өліп жылайтынды ғой. Біз оларды жылаған сайын құшақтап қой дейміз. Тағы жылатса екен дейміз. Жыласа құшақтайсың ғананы. Көрдің бе? Әдістер бар бізде. Соны енді киносын айтты, оның ішіндегі әні қандай еді айтты. Біздің Қазақстанда бар, соны әні айтатын адам жоқ. Айтады, бірақ қазақшалап айтам ба? Бірақ сол тура үндішілеп айтса деп айтам да, индийский қылып айтса. Білесің ба сондай? Бір өтініш болып тұрсыз бе? Маған ба? Ол? Қолына келсе? Бабушкам қылқындырып жатыр да. Бабушкасы бар ма еді? Кешіріңдер, ауылда тұратын балдар ғой. Оны бабочка дейді. Бабушка дейді. Ана көбелек ұқсайтын маған. Бәсе беті қызарып кетті. Енді тракторист ғанды өмір галстук тағып көрмеген білмейді енді. Қалқынып атыр екен да, дестейді. Бәрекелді. Түймені үзе сал, не қыласың түймені? Сыртына, индийский сыртына. Бәрекелді. Мынаны анайқа қоя сал, қайтар деп бересің. Сол өтініш, менде де өтініш болып тұр ғой. Сол жаңа индийский әндер білесің бе? Өлемде болған. Тарта берсін. Не мені өлемді, майсын айтады. Тарталасында да көріп тұрсың. Ана қарақшы, гитарасы. Ұлан қайтыз. Сен нең қалайды ба? Көрейін. Білмей қалды бұда. Айтыр абыройға ұстап қалдым. Ол секірген кеткенде жаман болады еді ол. Бәсе, бірақ алды бір бұда қарап айтып жатыр. Олардың күйеулері бар, өкшесі сондай қойылды деймін. Бөйтісі? Алыста қыздар бар сонда, әдемі. Дегенмен де бір
Ne kıladı ekan? İkemge keltirip koygan ekan. Endi sizlerge kechirim turayın dep atkan ana bi bolmayatır. Onu bilem. Ötkeni 10 yıl traktor aydagan oңой ма? Katık bağım mı kolumlar? Eğer cibitemiz eğer bolat deytin bolsaňızlar. Men sen ja gördüm da. Süt karap turup bir narsa esime düştü. Osudan 10 yıl burun tura osu sahnada özün siyaktı kapkara avuldan Zatbek degen jigitти alıp gelip çıkarıp berdi. Mene şu. Сол кезде сол bir ән айтып еді. Қандай ән еді? Ағмаржан. Иә, Ағмаржан. Бұлар өздері қап-қара болып аққа қылмады. Айтайын деп атқан ақ сәулем ба сенікі? Соны айтайын деп атқан сол Ағмаржаннан кейін сөздің шыны керек. Біз оған дейін тойларда мына Өзбек ағайындар мен ұйғыр ағайындардың әуеніне билейтін едік. Жаңағы нелер бар ғой жаңағы? Эходжана Средин деген анаяқтан не дейді? Дәурага төш дейді ма? Соларға билейтін едік. Сол Ағмаржаннан кейін бәріміз қазақша билейтін болып қалдық қазір. Мына Ташкентте менің әнші достарым бар, Өзбек ағайындар. Солар қатты қапа болып жүр. Затбек таппай жүрміз дейді. Ұстасақ емейміз. Наннан айырған ғой. Заказ болмай қалды оларға. Сол енді олардан да ят оқымасын, сол ұйғыр ағайындардың сол тойда салған әндері, Өзбек ағайындардың сәнді салған әндерінен бір ән білесіз ба, білсеңіз, анау айтайын деп отқаным аппақ-аппақ қошқарларды айтпа керек жоқ. Өздер қап-қара болып сондайларды айтады екенсіздер. Басқа бір әуендерде бар ма? Тарта берсін. Не дейді, айналайын, ай. Мынау. Не біле береді? Şancar diadri yukarıdan gurna birsine havali bir geke avroy aftari dediniz onun bolsuna Mынаны біреуге ұқсаттым мен. Индийский ән айтып атқанда ойпырмай деп қалдым мен. Сол индийскийде кімге ұқсатып тұрсыздар? Жемен, сізде көзіңіз тұмандап тұрған жоқ па? Ана сериал бар ғой, Келін деген сериал. Соның үштен қаңқы сұр Кальян деген бар еді ғой. Соны туған інісі мынау. Иә? Ой, Құдай тәуба, Құдай тәуба. Енді біраз ән айтып атсыз, итальянша, орысша, индияша, өзбекше айтып жатсыз, рахмет. Бірақ мына көпшіліктің көкейінде бір сұрақ тұр. Осының ұлты не болды екен? Орысқа келмейді. Тәжік деп қояды. Сөйтсе біреулер хинди екен дейді, Индия екен дейді. Біреулер түрікмен ба деп қояды. Түрікменше айтатын жер деп. Мен енді бір сөздің шыны керек. Мен бірінші көргенде осыны. Мен бүйтіп ойлағам, мынау Ауғанстаннан ешекпен героин таситындар бар ғой? Көңнар ішіп алып қатып қалады. Мен сол екен деп қорыққанды ғой. Сөйтсем бұл қазақ екен. Бұл қазақ. Енді айтады ғой. Бұл қазақ болғаннан кейін нағымен қазақша әуенге салмады. Соны енді тарта берсін деп айтып тұрсың ба? Оны мен ете салайыншы. Бұлар да бір тартып атыр. Жастар бір қазақша әуенге салсаңыз.
Жөнелдеп атқан кісілер сіздерге де рахмет. Рахмет. Бара беріңіздер, рахмет болды. Әйтпесе мынаның авторлық кеші болайын деп отыр ғой. Кеше күні трактор айдап жүрген адам, менің ұят болды да, біраз тұрып қалды. Жоқ, өзім мына индийский билегендеріне бір күліп, мен сіздерді қайтам, өзім жаным көріп қалды, шаршап тұрамын, рахмет. Енді сіздер кешіріңіздер, бұл асыл жанды бір керемет әнші деп алып келіп тұрғам жоқ. Әудемейтін қазақ жоқ, бірақ енді сол әнді дұрыстап айтауы да деп алып келіп тұрмын. Дұрыс па? Әнші қылуға болатын шығар енді. Ал енді бізде әнші деп кімді айтайық? Әнші деп Ермек көкемізді Сергебаев, Бибігүл Төлегенова, кешегі Майрам Мұхаммедқызын. Мынау кеше айта салайық, мынау Қытайда жүр ғой, үлкен додада. Димаш Құдайберген. Міне осылар әншілер. Осылар әншілер. Ал енді қазір неше түрлі жұлдыз шығып кетті да. Адаммен амандасу қиын. Сөйлеспейді сенмен. Аспанда олар. Ал солардың концертіне барсаң, болмаса тойға шақырсаң, фонограммамен айтады. Амна көрдіңіз бе, бишара жан дауыспен айтып тұр қазір. Сондықтан сіздерге жетіп жатыр. Сондықтан сіздерге жетіп жатыр. Енді сол жұлдыздарымыздың енді мынаны көрсе, айдалада құмның арасынан бір тракторист ақ келдім. Осыдан ұялса деп жатырмын мен. Ұялса деп жатырмын. Мына шапалақтан кейін сен енді жұлдыз болып кетіп, тракторды тастап, сөйтіп кетпейсің ба? Тракторды тастамаймын ғой, айдым. Ой, молодец, мен көрме. Өткенде бір тракторист шақырам деп шайыннан. Тракторды тастап кетіп, жаман масқара болғанбыз. Елер ренжіп. Сен жаңағы Затбек есіме түсіп кетті, жаңағы соның үшін ғой, жаңағы өзбекше айтқызған. Сен өзі сол Затбекті көрдің бол ма? Телевизордан көрдім. Бұлай өзімен бұлай жүздескен жоқсың ба? Онда үш жерді жүздестіреймін. Затбек шақырайшы. Затбек келші. Затбек жіберіңізші. Затбек келші. Мына кісіні бір құшақтап қойсаңыз. Ай, бәрекелді. Қазеке айбеттен сізге кедергі жасамайық, мұны нағылып, бұны турлай берейін. Рахмет. Пудра жағы, бана құна олай. Рахмет. Жайымды айтсам жасырмай, жағдайым менің осындай, жаным о менің мүлт еткен бір тамшы көздің жасындай, бір тамшы көздің, бір тамшы көздің жасындай. Мен де индийскийімді айтып қайтайын. Баяғыда ауылда бір тәліпші атамыз барды ғой. Индийский шай болмаса ішпеймін деп. Сол қайнысы өзбекше шайдың өзбекше шай деген болатын еді, соның ішіне индийский шайдың ішіне өзбекше шай салып апарып берген ана кісіге. Сөйтсе ішіп отырып, пақ, индийский шайға жетпейді ғой деп. Өзбекше шай ішіп отыр дейді өзі. Сол сияқты көңіл күйлеріміз көтеріп отырыңыздар. Жемейді көргенде болып отырыңыздар, енді реңім көмегіммен. Ал кеттік ал. Өнеріңіз өрлеп, әрбір қазақтың тойында төрлеп жүрміз. Айтып тұндым ал, рахмет. Крайне әңгімеден дідірген. Асеке молодец ол. Өзбекше? Bir tamşı жасай, қазақ сайын. Паризадым güzelim alagim, arzindik appak tilagim. Bu alemde özüm keragim, sen şunday suysan Parizad. Güzelim alagim, appak tilagim.
жерге келсең бір шығармашылық кеш бермей қайтпайды екенсің деген. Жоқ, бәрі тілді біледі екенсің дейді. Рахмет Асеке, сізге Алла риза болсын, өнеріңіз үстем болсын. Алла бұйырса шығармашылық концерт беріп жатсаңыз, осындағы бүкіл халық бөлме өзім барам. Ал қадірлі ағайындар, 40-ына шыдадық, 41-не шыдайық. Мына баяғыда бір сиыр байқамай біреудің қорасына кіріп кеткен ғой. Сөйтсе үйдің иесі алдынан шығып қалса салмас па, ұста алмайсыз ба деген екен. Мына мені адасып кеткен тамада екен деп ойлап қалмаңыздар ағандай. Арнайы келіп тұрған тамадаларыңыз бұл ғой. Баяғыда бір жігіт осындай той болып жатырған үйге келіп есігін қағып тұр дейді. Сөйтсе үйдің иесі айқайлайды дейді. Ей, бұл кім десе, Алладан келген нәсіп депті, нәсіп болса кел дастарханға отыр, тамақ ішіп ал депті. Ертесіне келіп тағы да есік қағады дейді. Ей, бұл кім десе, Алладан келген нәсіп депті, нәсіп болса кел отыр, тамақ іш депті. Үшінші күні жаңағы жігіт өзінің үйіне кіріп келе жатқандай дастархан басынан баса көктеп отырып жатса, үйдің иесі айтады дейді. Ей бала, кел отыра бер, сенікі нәсіп емес, кәсіп болды ғой деп айтады дейді. Сол секілді кәсібім осындай ағайындар. Енді ішші деп айту менің міндетім ғой. Ішіп-жеп отырып, риза болып, бүгінгі тойдан баршамыз аман-есен тарқайық. Яғни келесі сөз кезегіне бауырлар шақырғалдырмын. Ержан, Динара бастаған. Нұржан, Алтын, Бектен, Айнұр, Нұрлан, Гүлнар, Ерлан, Назгүл, доктор Наук, Человек-паук, хабарлап тұрған тауық дейсің. Келе қойыңыздаршы. Ал, барша бауырлар. Сезімнің қуат ал күшіне ердім өмірдің сынақ ісіне көндім аңсаумен талай шаршаулы едім ақыры сені түсімде көрдім ақыры сені түсімде көрдім жүруші сен Осы адамдар. Бар енді асылша бауырым. Солша жерден Қызылордадан ат шаптырып кеп отыр міне. Бүгін біздің қарындасымыз бұйырса құтты орын тауып кетейін деп отыр. Соған ат салысып, асылжан бауырымыз осындай бір мәртебемен келіп отырған жайты бар. Сізге рахмет асылжан бауырым. Жарқ етіп жұлдыз болған менің жерлесім Қызылордалық Асылжан Омаров. Жаты дауысына сіздер үшін ән шырқайды. Кәнекей. Джимми. Қазақтың Джимми. Джимми, пой деп айқайламасаңыздар қоймайды. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі той құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Ұстап пышаққа жармайды деп, үстемде стойка жоқ екен. Бір жігіт болса ұстап тұрады. Өзің ұстайсыз ба? Как раз мен бойым, стойкым бойымен бірдей. Енді болар елдің балдары бір-бірін батырым деп жатады. Біздің Қызылорданың Үктай Ерниязов деген бауырымның Сен сүйген ару деген бір керемет әні бар еді. Соны шамам жеткен орындап берейін. Ал Ғареке, бірге қосылашы, қазақта болады шығар. Тірінің бір жаман жері осы. Анда плюс айтып кетсең білінбейді ғой. Шақты. Шалқитын кезің, сен оны сезін, солғандай гүлдей сезін. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзің. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзің. Көтергін баста жасыма босқа жылатып айтар, сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйген ару, арманы бөлек, талғамы басқа. Жүрсің бе бірге, жүрмедің күнде, аңса
жолаты байтас, сен кейсін босқа, нәп-нәзік сұлу, сен сүйген ару, арманы бөлек, талғамы басқа. Көтергін басқа, жасыма босқа, жолаты байтас, сен кейсін босқа, нәп-нәзік сұлу, сен сүйген ару, арманы Жұппасын ба? Ой, тамам. Енді айта береміз ғой, мына құдықтың ішінен шығып жатқан сияқты болып отырмын, мен өзім ше білмеймін. Мына кішкене бірдеңе болса. Жақсы шығып жатыр ма? Мен онда көзден кеттім ба, құлақтан да кеттім ба. Ал, тамаша. Енді мынау Мұхтар Шаханов ағамыздың Жұбайлар жыр деген бір керемет әні бар. Өзім қатты жақсы көремін. Сол әнді айтып берейін өзім үшін. Жастар бақытты болсын деген ниетпен білетініміз қосылуға рұқсат. Ал, тамақтан алып, дәм алып, ән тыңдап отырыңыздар ағайындар. Дәм сезесіздер ғой деуре, бәрін арған ғой. Кеттік алды. Қуаныш пен шаттықты мүсіндеген, келбетіңмен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркеледім, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарам, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңа, сағынсаң қасыңдамын, арманды дара қылмаймыз, құстың құс қанатындаймыз, жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір көшіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір көшіп барамыз болашаққа. Шаттығымның бастауын сенен көрем, сенен көрсем қалайша төмен беремін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз, бізді бақсыз бақытсыз дегендерді. Асыл жарам, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңа, сағынсаң қасыңдамын, арманды дара қылмаймыз, құстың құс қанатындаймыз, жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір көшіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бір көшіп барамыз болашаққа. Бір көшіп барамыз болашаққа. Рахмет, Асеке. Асеке, до конца болады осы жерде. Таң атқанша ешкім қайтпайды, осы жерде әртістердің концерті болады. Тойхана емес, азанғайдың бөлігі дейді. Дұрыс айтасыз, Сейфуллин аға. Ал, қайтып кетпеңіздер ағайындар. Главное, тойдың соңына дейін шыдасаңыздар болды. Біз лично өзіміз бір апта тойлауға келдік. Ал, қадірлі ағайын, енді